келін ененің топырағынан, жақсы үйге түскен келін, жаман үйге түскен келін келсап, келелі сөзді келінде айтады деп нақылдаған дана қазақ келін мен ененің өз орнын әлдеқашан айғақтап берген. Дегенмен, лағнеті шайтанның басты мақсаттарының бірі ерлі зайыптыларды ажырастыру екені тағы бар. Ібіліс, шайтандардың атасы, өз тағын суға орнатады. Содан кейін әскерлерін аттандырады. Ең үлкен бүлік жасаушы оған ең жақын орналасады. Олардың бірі келіп мынаны істедім дейді. Ол, түк бітірмеген екенсің деді. Кейін басқа біреу келіп, мен онымен әйелін ажырастырдым деген кезде, ібіліс оны өзіне жақын отырғызады. Және өте жақсы амал жасады деп мақтайды делінген хадисте, Муслим. Ал отбасындағы ең әлсіз, әрі нәзік тұс, ене мен келін қарым-қатынасы. Адам баласын күндіз-түні аңдитын шайтан көп жағдайда осы есікті пайдаланып кетіп жатады. Екеуі де маңызды әрі қымбат тұлға, ене отағасын дүниеге әкеліп жеткізген жан, келін еркектің аманаты, балалардың анасы. Үш тарап үшін де ең көркем амал отбасындағы татулық пен мамыражайлықты ұстап тұру. Алайда бұл мүмкін бола бермейтін жағдайға айналып бара жатқаны ащы шындық. Жаратылысының бақытты өмір сүруінің кілтін білетін жаратушының діні мен қайнар көзін осы асыл дінімізден алатын ата дәстүрімізде барлық қиындықтардың шешу жолы көрсетілген. Негізінде, қазақтың дәстүрлі отбасында ене мен келін арасындағы қарым-қатынаста ешқандай қиындық болған емес. Халқымызда жер дауы, жесір дауы, құн дауы, мал және ар дауы дегендер болды. Алайда ене мен келін дауы дегенді естімедік. Ене мен келінге Төле би төрелік айтып, Қазыбек би қиындықты шешіпті деген дерек жоқ. Екі арадағы келіспеушіліктер туралы ешбір шешендік сөз, мақал мәтел кездеспейді. Ене мен келін институты ықылым замандардан ұрпақ сабақтастығы арқылы жетіп отырған. Мұның қаймағын бұзған тағы да сол кешегі кеңестік кезеңнің кертартпа саясаты. Хош, біздің мақсат кінәліні іздеп, қолмен шұқу емес, шама жарқымызша, жан-жақты зерттеу жүргізіп, мәселенің шешімін табу, екі тараптың бір-біріне дұрыс әрі көркем мәміледе болуларына жәрдем беру, қажетті әдістерді нұсқау. Қоғамның тарапынан атқарылу керек шаралар. Қазіргі қоғамда енемен қарым-қатынасты мысқылдайтын, енені құбыжық образ ретінде көрсететін түрлі анекдоттар көбейді. Енені сыйламау идеясы орыстың салтынан еніп жатыр. Бір әйел 9-шы қабаттың балконынан құлап кетуге шақ қалып, қолымен әзер ұстап тұр екен. Бейтаныс еркек оны қолынан ұрып жатыр дейді. Төменгі жақтан милиция қызметкері, азамат. Әйелді ұруды дереу тоқтатыңыз деп айқайласа, әлгі еркек, бұл әйел емес. Бұл менің енем деп жауап қатқан екен. Сонда милиция, бұл да жабысып алыпты ғой депті. Осы сынды анекдоттарды құлағыңыз шалған шығар. Бұл орыстың озбыр, безбүйрек, ұятсыз психологиясы. Күйеуін тауып берген немесе балаларының анасын дүниеге әкелген адамға күлу, жек көру, біздің менталитет немесе болмыс емес. Қазақтың дәстүрінде әйелдің шешесі, күйеудің шешесі, күйеудің шешесі, әйелдің шешесі. Жоғарыда айтылған кірме түсініктің ізімен келіннің санасында, ол ене ғой, олардың ойы арамза болады. Ешқандай келін енені мақтамайды, ененің санасында. Бұл деген келін ғой, ол мен туралы сұм ойлайды деген күдік пен күмән пайда болады. Сәйкесінше тәжірибесі жоқ жас келін мен ененің арасында құлып салынған алып қақпа орнайды. Бұл ой шайтанның қаруына айналып, түрлі бүліктің себебіне айналғанына куә болып жүрміз. Сол себепті біз, қоғам мүшелері мұндай орынсыз әңгіме мен қауіпті қалжыңдарды қолданыстан шығару арқылы отбасыларға көмектесуіміз керек.